Ана ақысының маңызы. Ескі бір қауымда Жүрейж атты көп ғибадат ететін бір жігіт болады. Күндіз түні ғибадат ететін бұл жігіттің кәрі анасы бір күні: «Балам, келіп маған мына істерді көмектес» дейді. Бұл кезде баласы нәпіл ғибадаттарды жасап отырады. Келмейді. Анасы бұған қатты ренжіп, былай деп қарғыс етеді: «Жаман әйелдің жаласына жем бол». Олармен көрші тұратын жаман әйел бар еді. Бұл әйел бір күні қойшыдан некесіз түрде жүкті болады. Сол заманның әміршісі болған жағдайдың анық қанығын білуді бұйырады. Әйел жазаланудан қорқып, кінәні көршісінің ғибадат етуші жігітке жауып жібереді. Әмірші жігітті шақыртып: «Әй, Жүрейж, бір жақтан ғибадат етіп молда болып көрініп, екінші жақтан зина секілді үлкен күнәға батып жүр екенсің. Мен мұндай еш нәрсе жасамадым. Маған бұл жаланы жапқан кім болды екен? Сенің көршің, пәленше әйел, сенен шағымданды». Осы кезде жігіт қатесін түсінеді. Анасының қарғысына ұшырағанын сезеді. Әміршіден бір мезетте рұқсат алып, анасына барып жалбарынады: «Анашым, маған жаман әйелдің жаласына жем бол деп қарғыс еткен едіңіз. Хақ тағала дұғаңызды қабыл етті. Пәлен әйел маған жала жапты. Әмірші енді мені жазалайды. Мені кешіре көріңізші, анашым. Жаладан құтылайын. Бұдан былай сізге қызмет етуді кемшілік етпейтін боламын». Анасы ұлының қиын жағдайын көріп шыдай алмай былай дұға етеді: «Я Раббым, егер ұлыма жасаған қарғысым қабыл болған болса, оның үстінен ал». Анасының дұғасын алған жігіт әміршінің алдына қайта келіп былай дейді: «Маған жала жапқан әйелден қайта сұраққа алуыңызды сұраймын». Әйелден қайтадан сұрағанда бұл жолы әйел: «Мен жала жаптым, көршімнің кінәсі жоқ». Жігіт осылай құтылады. Пайғамбарымыз сахабалармен сұхбаттасып отырып бұл оқиға туралы былай дейді: «Егер Жүрейж фих ілімін білгенде, анасының қызмет етудің Раббысына нәпіл ғибадат етуден де үстем екендігін білер еді» деген екен.